Достар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бұл алаң жобасы. Бүгін біз жүрегіме ыстық, өзімнің туған жерімдей болып кеткен Атырау қаласына қонаққа келіп қалдық. Алаң жобасы өз мәресіне жетіп қалды. Және де бүгін сол соңғы қаламыз Атыраудағы Томарлы алаңның салтанатты ашылуын бірге тамашалайық. Достар, осыдан жарты жыл бұрын алаң жобасы аясында Атырауда алаң жасалады деді. Және де сол кезде осы Томарлы алаңын жағдайы енді сөздің ашығы керек, көңілден шықпады. Бүгінгі кезде міне өздеріңіз көріп атқандай соңғы стандарттарға сай балалар қуанып футбол ойнап жатыр. Енді осы алаң Атыраудағы жас бүлдіршіндердің болашақта үлкен футболшы болуларына септігін тигізеді деген ойдамын. Қалайсыңдар, жігітлер? Добрый день, уважаемые горожане. Город Атырау приветствует вас. Я руководитель футбольного клуба «Арсенал Атырау». Сегодня у нас открытие по проекту «Алан». Мы пришли посмотреть, какое поле. И оно на самом деле не просто поле, а идеальное поле. Все-таки мы сейчас на данный момент очень рады, что Атырау появился такой хороший газон. Теперь дети будут только радоваться этому газону. У нас наконец-то инфраструктура начала работать. Сейчас на Балышах вот тоже так же стелют газон. Поэтому огромное спасибо. Я вам хочу сказать Федерации футбола Казахстана, Федерации Атырауской области. Также Дидар, руководитель футбольного клуба, бывший президент. Я очень рад, что теперь дети наконец-то заиграют на таком шикарном поле. Теперь будет много соревнований проходить, чемпионатов. И Атырау теперь будет подниматься, регион будет развиваться за счет вот этого всех инфраструктур, которые построили и в Томарлах, и в Балышах. Мы очень рады и довольны этому. Спасибо большое за внимание. Дети кайфуют на поле, вот реально, я сам кайфую, что вы понимали. И вот они вот бегают, пинают, что-то вот дурачатся. И давайте вот на их эмоции посмотрим. Опа. И у нас вот, что вы понимали, смотрите, девочка еще. Простите, можно несколько вопросов вам задать? Как вам поле? Отличное. Отличное? Вы хотите в будущем, наверное, тоже футболисткой стать? Да. Почему футбол? Ну, он мне нравится. Да? А сколько у вас здесь в команде девочек получается? Две. Я и еще одна девочка. Ваше имя? Ангелина. Ангелина. Фамилия? Кирпичникова. Как? Кирпичникова. Желаю, чтобы в будущем, вот через лет 10-15 мы вместе смотрели это видео, да, вот все, кто здесь вот стоят. Вот пойдемте тоже, ваши имена тоже спросим. Как вас зовут? Батыр. Батыр? Аргулан. Нурсултан. Аманхасин. Все, я запомнил вас всех. И в будущем желаю, чтобы вы играли как минимум за футбольный клуб Атырау в высшей лиге. Да, не в высшей лиге, в Лиге чемпионов. И также играли за сборную Казахстана. Как тебя зовут? Давид. Давид. Давид, у тебя лицо знакомое. Может, Карина Артема знаете, не знаю. Все, давайте всем пожелаем удачи в комментариях, поддержим. Енді бүгінгі таңда мынау бізде қабылданған Қазақстан ұлттық футбол федерациясымен қабылданған үлкен жоба, алаң жобасының тағы бір тұсаукесері болғалы тұр. Мынау біздің Атырау қаласының Томарлы
деген ауданда осы жаңа алаң, жаңа жаңғыру жобасымен іске қосылғалы тұр. Енді бұған былтыр бұл жоба бойынша бұл алаң салыну керек еді. Енді белгілі бір себептермен осы бүгінгі күнге сәт түсіп жасалып, осы жылы бұна балдарымызға табыстағалы тұрмыз. Енді қазір білетін боларсыздар, біздің өңірімізде осы үлкен футбол алаңдарының тапшылығы болып, Атырау әуесқой командасы және жастарымыз барша футболға үлкен қиындықтар болған болатын. Енді мына қасымда елге танымал осы Атырау командасының биылғы басшылығында болған Дидар Сыдықбек азаматымыз тұр. Енді бір жақсы бір есте қалар, тарихта қалар қызық оқиға болған. Осы алаңды Дидар бауырым келіп Атырау командасына келгенде біздің команданың жаттығатын өзінің базасына осы алаңды төсейміз деп ұсыныс беріп, сол екеуміз үлкен бір келіспеушілік болып, сол келіспеушілікке әкімшілік қосылып, облыстық спорт басқармасы қосылып, сол үлкен қақтығысты біздің облыстық спорт басқармасының бастығы Нұрбол Тұрарұлы маслихаттан жаңа қаржы сұрап, сол базаға жаңа алаң салатын болып, Дидардың да көңілі тоқ, біздің де көңіліміз тоқ болып, бүгінгі таңда екі алаң жылдың аяғына дейін қосылғалы тұр. Енді біреуі осы Томарлы, екіншісі біздің Атырау әуесқой командасының базасы. Сол үлкен жақсылықтың ордасында тағы бас қосып жатырмыз. Соны Дидар ініме көп рахмет айтып, балдарымызға құтты болсын айтқым келіп тұр. Енді осы алаңда үлкен жақсы жеңісті ойындар болып, балдарымыздың деңгейі көтеріліп, осылардың ішінен Қазақстан ұлттық құрамасында ойнайтында балдар шығатын болар деген үміттеміз. Рахмет. Сізге рахмет, Эдуард Габасов. Сізге де сәттілік, және де осы жерде сіздің жұмысыңыз жаңа бір қарқын ашып, бұрында сіз жүгіретін, мысалға, әуесқойларға алаң таппайтын, енді осындай өзіңіздің керемет алаңыңыз бар, балалардың және де үлкен жаңағы әуесқойлардың проблемасы шешілді деген ойдамын. Сізге рахмет еңбегіңіз үшін. Рахмет. Құрметті атыраулықтар, құрметті Томарлы ауылының тұрғындары, қадірменді қонақтар, спортшылар және спорт жанкүйерлері, бүгінгі осы Томарлы ауылындағы стадионның ашылу салтанатына баршаңызды қош келдіңіздер. Томарлы ауылы стадионының футбол алаңы Қазақстан футбол федерациясының алаң жобасы аясында толығымен жаңартылды. Жаңартудың негізгі элементтерінің бірі УЕФА-ның барлық халықаралық талаптарына сәйкес келетін FIFA Preferred Provider сертификаты бар CC Grass компаниясының заманауи құралдарын пайдалануда. Бүгінгі салтанатымыздың ашылу сөзін Атырау облысы спорт, дене шынықтыру және туризм басқармасының басшысы Нұрбол Тұрарұлы Сыдықовқа жолдаймыз. Қайырлы күн, құрметті Томарлы ауылының тұрғындары, құрметті федерация мүшелері және жас футболшылар. Бүгін міне керемет күн. Осы уақытқа дейін осы Томарлы стадионының республикалық федерацияның алаң жобасы арқылы жасалып жатқанын өздеріңіз білетін боласыздар. Бүгін міне сол стадионымыз барлық жұмыстар аяқталып, қолданысқа бергелі отыр. Осы өңірде облыстық федерациямен халық футболы және ауыл ойындары және жеке футболшылардың, жеке футбол клубтарының арасында көптеген лигалар өткізіп жатыр.
Бұл стадионда сондай халық арасындағы, бұқар арасындағы футболды дамытуға үлкен септігін тигізеді. Бүгінгі таңда облыста футбол инфрақұрылымы қолға алынуда. Осыдан кейін келесі бізде осы футбол академиясының басшысы судремонтник стадионы қолданысқа беріледі жақын күндері. Алдағы уақытта үлкен стадионымызда бүгінгі таңда жобасы жасақталды. Осының барлығы өңіріміздегі футболдың, балалардың арасындағы футболды, бұқара футболдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осы орайда облыс әкімшілігінің атынан осы алаң жобасымен осы үлкен стадион салып берген Қазақстан Республикасы Федерациясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Барлығыңызға аманшылық. Бүгінгі таңда футболымызбен айналысуға барлық мүмкіндік жасалынуда. Осы стадионның өзі жаңа айтқан барлық халықаралық дәрежедегі стандарттарға сай келеді. Сондықтан да осы жас футболшыларымызға сәттілік тілейміз. Атыраудың футболын, Атыраудың командасына үлкен осындай резерв дайындап, алдағы уақытта Атыраудың футболы жарқын жеңістерге жетеді деген сенімдеміз. Рахмет. Келесі сөз Атырау облыстық футбол федерациясының вице-президенті Хисметуллин Эдуард Ғаббасұлына жолданады. Құрметті барша шараға қатысушылар, енді бүгінгі таңда көптен күткен Томарлы стадионы ашылғалы тұр. Бұл жоба мемлекет басшысының бұқаралық спортты дамытуға берген тапсырмасы аясында 2023 жылы Қазақстан ұлттық федерациясымен алаң жобасы қолға алынған болатын. Енді оның бер жағында көптеген жұмыстар жасалынды. Ол жұмыстар жөнінде осы жобаның бренд амбассадоры, сіздерге танымау, осы Атырауда жұмыс жасап, Атырауды осы лигада қалдыруға үлес қосқан Дидар Сыдыбек айта кетер. Енді осы алаң бойынша да екеуміздің арамызда көптеген тартыс болып, осы алаңды балықшыға төсетеміз ба, Томарлыға төсетеміз ба деген тартысымызды қазір алдымда сөйлеген Нұрбол Тұрарұлы шешіп, осы жылдың аяғына дейін осы Атырауда 2 стадионымыз іске қосылатын болады. Осы үшін енді облыстық спорт басқармасына, Нұрбол Тұрарұлына рахмет айтқымды келеді. Және Қазақстан ұлттық федерациясына осындай үлкен жоба аясында Атырауға осындай алаң қолданысқа берілген үшін көп рахмет айтамыз. Енді осы алаңда алдағы уақытта үлкен жарыстар болып, үлкен осы балдарымыздың жеңісі болып, осы балдарымыз Қазақстан футболын ары қарай дамытып, ұлттық құрамаға қосылатын күнде қашық емес деп сенемін. Құтты болсын баршаңызға. Келесі сөз алаң жобасының амбассадоры және координаторы Дидар Сыдыбекке жолданады. Қошеметтеріңіз. Қайырлы күн, құрметті атыраулықтар, Томарлы ауылының тұрғындары және жаңа айтып отыр ғой, Эдуард Ғаббас жылдың басында осы алаң жобасындағы алаңды қайда төсейміз деген кезде көп тартыс болды. Сол тартыстың арқасында Нұрбол Тұрарұлының қолдауымен Атырауда 2 алаң жасалып жатыр. Осы алаң Қазақстан футбол федерациясының атынан сіздерге сыйға беріліп жатыр. Болашақта осы алаң сіздерге өзінің септігін беріп, еліміздің намысын қорғайтын жаңадан жас жұлдыздар шыға береді деген үміттемін. Сіздер білесіздер, Атырау мен үшін өте ыстық, жарты жыл осы жерде еңбек еттік, тер төктік. Сол мүмкіндікті берген үшін осы жерде барлық халықтың алдында Нұрбол Тұрарұлына алғысын айтқым келеді. Ғаббас, сіздің де еңбегіңіз зор. Осы алаңда көптеген проектілеріңіз іске қосылады деген ойдамын. Қазақстан футболы дами берсін, Атырау футболы да дами берсін. Атырау футбол жасай берсін. Сізге рахмет. Осылай
Қазақстанның түкпір-түкпірінде, ауылдарымызда осындай тамаша әсем заманауи алаңдар жайына берсеңіздер келеді. Атырау облысының спортшылары, футболшылары, сіздерге бүгінгі күні мына жаңа алаңның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Және осы алаңның бас амбассадоры біздің Атырау футбол клубын премьер-лигада қалдыруына көп өзінің үлесін қосқан Дидар інімізге ризашылығымды білдіремін. Ата-аналар атынан, яғни мына бізде жеке клубтар бар ғой, имидж деген. Біздің тренеріміз Боранов Алихан Жеңісұлы деген азаматтың осы жерде бір топ футболшылары келіп отыр, жас футболшылары. Солардың атынан, ата-аналардың атынан көп ризашылығымызды білдіремін. Және Едуард Ғаббасұлы сізге және осы Атырау облысының бетке ұстар ер азаматтарына көп ризашылығымды білдіремін. Атырау клубы, Атырау футболшылары биіктерден көріне беріңіздер, Қазақстанның мықты футболшылары болыңдар деп сенім артамыз. Ал балалар, сіздерге айтарым, осы алаңды сіздерге ағаларың өздерінің еңбектерімен салып беріп жатыр. Жақсы ұстаңыздар, керемет алаң болсын дейміз. Бүлдірмеңіздер, ең бастысы. Рахмет бәріңізге. Мынау сізге. Осы алаң жобасының амбассадоры деп жаңа айттық, координаторы Дидар Сыдықпен және ардагерлер атынан Қуаныш Набижан Бейсенұлы шақырамыз. Осы жылы бізбен бірге болған көрермендерімізге алғысымыз шексіз. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Алаң жобасының жаңа сезонында жүздескенше сау саламат болайық.